Меркі жартылай финалға жолдама алды. Құрметті көрермен, қазір ғана Меркі командасы мен Жетісу командасы ойнап, Меркінің асығы алшысынан түсті, жеңді. Дәл қазір осы ойында 2 салым салған Ысқақ менің жанымда тұр. Бекболатұлы Меркі командасының шабуылдаушысы, оның сыртында Қырғыз Республикасының Достық командасының да белді ойыншысы. Енді Ысқақ, бүгінгі ойын қалай болды? Сол туралы айтып берсең. Ассалаумағалейкум. Біріншіден, бұл Қазақ көкпар федерациясына разылық білдіріп кетеміз. Біріншіден, ушундай ойын өткізіп беріп отқанына, қазақ еліне дағы ушундай келіп қолдап, көкпарды өнүктүрүп, шу ойын жөнүндө айтып кетсек, ойын жакшы болду. Эң негизгиси кырсыгы жок болду. Жакшы, балдардын баары аман эсен, ден соолугу жакшы баары. Ойын биз жака Алла Таалам буйрук болгон экен, биз уттук. Жетису командасы да күчтүү команда экен, ал жака да Кыргызстандан балдар келген. Жакшы ойын болду эң негизгиси. Енді өзүңнүн такымдап жүрген аттарың тууралуу айтчы. Бирөөү Аватар. Енді ынтымактагы Аватар менен шатастырып аткандар бар. Сонун баласы ма? Бул өзүм Кыргызстандан алып келдим. Уларбек деген байкемдин аты. Өзүм чүйдө Кыргызстанда чабам бул атты. Бул Аватардын ынтымак командасына Аватардын баласы. Ошо өзү да аябай окшош, ошон үчүн Аватарга окшоштуруп кээ бир адам билбей калат, Аватардын өзү депчи. Бул баласы болот, Аватардын родной баласы. Жалпы ойын барысы, ойын деңгейи қалай болуп атыр? Карым-катнаш қалай болуп атыр? Оюндун деңгээли бизге жакшы. Бул Мерке командасына биз бул убакка чейин келип чаап жүргөнбүз. Бул бир жолу эмес, бир нече жолу келип чапканбыз. Бул жакта уже өз үстүнө агаларыбыз болуп калды. Бир тууган агаларыбыздай. Бизге кылган отношениялар аябай жакшы, бир туугандай. Өзү казак-кыргыз бир тууган деп коет го. Агайыны болуп жүрөбүз. Жакшы бардыгы. Жақсы, жеңіс тілейміз. Чоң рахмат. Рахмат.